Осы екі кісінен сұрап жатқандар көп. Не деген реакция болды мынау? Сәл жақындаңыз. Қалай болып жатсыздар жалпы? Өте әдемі болып тұрсыздар, екеуіңіз де. Таныстықтарыңыз қалай болып жатыр? Демалыс күнін қалай өткіздіңіздер? Демалыс күні өте керемет, жақсы. Бізде күнделікті кездесу негізі. Күндегі жолы жүр. Арасында бір перерыв жасап қою керек сияқты, жұмысқа кірісу керек, екі күн демалдым дегенде ғой. Күнде көргеніміз атыр. Иә, күнде көрсетіп. Сезім ашылып жатыр ма? Сәл-сәл. Осындай кезде сіз үшін сұрап алдым. Маған бір рахмет айтасыз. Ойнап айтамын, осындай бір тәтті болып жүр енді екеуі. Сіздерге сұрақ, енді сіздерді бірге түсіреміз. Назым, сіз болашақта күйеуіңіздің артынан бір ауылға көш кетуге қалай қарайсыз? Жоқ, дайын емеспін. Дайын емессіз ба? Өзім қалада өсіп тұрған екен. Көшуге дайын емеспін дейді Назым. Иә. Сіз ондайға қалай қарайсыз? Білмеймін енді қалай болар екен. Болашақта мен өзім қалада тұрамын ғой негізі. Енді әркім өзінің несі ой болады дегенде бар. Мен де мысалға бұрын кішкентай кезімде ауылда тұрдым. Қалада тұрып үйреніп қалдым дегенде. Енді сізге сұрақ. Егер Назым бір жұмысқа тұрып, мастер-класс болсын, басқа бір жұмыс бабымен әйтеуір басқа қалаға барғым келіп тұр, бір айға ма, сондай бір командировка сияқты бір дүние болса. Білмеймін ол. Жібересіз ба? Жібермей сияқтымын. Енді бұл кісі той саласында жүреді ғой. Жұмыс бабымен болса, әрине барып келсін. Бірақ мен де барып қалатын шығармын. Қасына еріп барасыз. Мен де өзім тірліктерін тапсырып қоямын да жаққа. Басқа істейтін адамдар болады, мен өзім бірге барып келемін. Сондай енді. Солай. Негізі мен алдында да айтқан болатын, десін мен әйелім жұмыс істейін десем. Қалайсыз? Күшті. Өздеріңіз қалайсыздар? Неге прям күшті болады? Айтады да түнде Философский непонятный нәрселер айтып отырмын. Аян, сізге сұрақ, болашақта әйеліңіз, білмеймін, әйеліңіз гастрольмен бір жерлерге кетіп жүремін, бір айға кетемін деген сияқты бір ұсыныс айтса, келісесіз ба? Иә, бірге барайық дейміз. Бірге барасыз? Иә. Бірақ жібересіз, иә? Әрине. Егер де ол өзінің істеп жатқан сүйікті заты болатын болса, немесе қасына телефон қосып беремін ғой. Біреу күш көрсетіп қоймасын деп. Бірақ жалғызмын деп жүрміз. Жалғыз. Бір командамен деген сияқты. Командамен, енді таныс команда болса әрине. Ондайдан проблема жоқ. Жоқ проблема. Сенімді болу. Қалыңыз қалай Диас? Саламатсыздар, қалайсыздар? Жақсы. Диас, сіздің әйеліңіз болашақта жұмыс бабымен бір басқа қалаға немесе бір айға гастрольмен жүріп қалса қалай қарайсыз? Жалғыз өзім ба? Иә. Жоқ. Жібермейсіз. Жібермеймін. Мүлде жібермейсіз ба, әлде Қасына барады. қасына барасыз, иә? Ал жалғыз өзінің командамен... Неге ондай? Сенбеймін басқа еркектерге. Сенбеймін. Әйеліңізге ше? Әйеліме сенемін. Онда неге жібермеймін? Еркектерге сенемін. Қалыңыз қалай? Жақсы керемет, рахмет. Демалысыңыз қалай өтті? Күшті өтті дей алмаймын, жақсы өтті бірақ. Екі бірдей жігітті бір жерге алып кетіп мен білмеймін. Бастарын қосып атқаным бар еді. Ешкім ренжімейді зато. Сондай стратегия отыр. Лажы бар ма? Ондайыңыз бар ма еді? Аруна, сізге сұрақ. Болашақта күйеуіңізбен бірге, күйеуіңіздің артынан ауылға, сондай бір жерге көшіп кетуге қалай қарайсыз? Немесе бір жұмыс бабымен бір басқа қалаға көшуге? Жақсы қарайды. Жақсы көрсек, тауға да тасқа да барасың. Ауылға көшіп кетуге дайынсыз? Иә, главное тірліктің адамы болсаң болды. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз. Жақсы, Абылайхан, сіздің әйеліңіз болашақта бір басқа қалаға гастрольмен, болмаса бір жұмыс бабымен кетіп қалса қалай қарайсыз? Бірге бармаймыз ба? Бірге барамыз, сол қалаға көшіп. Сол жақтан да бизнес ашамын. Жүрген жерінде аша беремін ба? Демек, әйеліңіз барған жерге сіз де көніп бара бересіз? Болады, иә, әрине. Қалыңыз қалай, Гаухар ханым? Гаухар ханым, сізді болашақта күйеуіңіз ауылға алып кетемін, немесе басқа қалаға көштіртіп аламын деген бір ұсыныс білдірсе? Мені ма? Иә. Мен Алматыдан басқа жақта тұра алмаймын. Тұра алмайсыз ба? Үйреніп қалдым, 30 жыл болды. Көнбейсіз ба сонда?
жоқ ауылда енді тұрып көрдік қой ауылдан шыққанбыз ғой бәріміз тұрдық қой бірақ енді менің жұмысым бәрі қалада болғасын енді білмеймін ауылда қалай болады менің мамандығым жоқ та ғой ауылда сізді полный обеспечивать етемін барлық жағдайымды жасап беремін деген сияқты болса бір 60 жастан кейін болады енді 60 жастан кейін иә оған дейін бара алмаймын енді қалыңыз қалай Айдана жақсы бүгін көңіл күйі жоқ иә әлде қазір түсіп қалды ма білмеймін қазір ғана Айдана сізге сұрақ болашақта күйеуіңіз ауылға бір жерге бір басқа қалаға алып кетемін десе қалай қарайсыз басқа қалаға болса нормально ауылға болса неге андай емес типа өзімше болған емес бірақ енді мен ауылда тұрғым келмейді негізі кішкентайымнан қалада өскен үйренгенмін ауылдың өмірі мен үшін мен өмірден түңіліп кететін сияқтымын да мен мынандай активный одно и өмірден то же кейін. істеп иә ондайға емес кәдімгі ел кезіп ер кезіп жүргім келген сол үшін қиын болады сияқты Демек келіспейсіз иә келіспеймін қорқып айтып отыр ғой нормально ал гастроль сондай бір жерге жібермеймін десеші сізді неге көреміз мен енді бір сондай болса ай ондай болмайды ғой сонда сізші болашақта күйеуіңіздің артынан ауылға басқа қалаға көшіп кетуге қалай қарайсыз егер қатты жақсы көріп қалсам бәріне көнемін ғой ал өйтіп ақылмен по расчету дейді ғой сөйтіп болып жатса конечно я выбираю комфорт өзімнің күнделікті өмірмен бөлек тұрамыз деп көндіріп алатын сияқтымын а так я не против негізі жақсы көрсем бәрібір болып кетеді дейсіз ғой қай жерде тұрсаң да қызық қой главное с кем неважно где главное с кем кімді қарап жатсыз тұрар ғой саған ғашық болып отыр бағанадан бері айтып тұрар ғой иә бұрыннан ғашықпын ғой айжан ханым сіз күйеуіңіздің артынан ауылға немесе басқа қалаға көшіп кете алатын ба едіңіз мен сол сұрақты бұрыннан ойлайтын негіз бар ғой кішкентай кезімнен андай бір үйлер көзіме елестеп бір тау жақтағы связь жоқ дым жоқ если сол жаққа кетіп қалсам не болады екен деп ше ол жақтан да бірдеңесін табамыз деп ойлаймын мен всегда болады ол демек келісесіз иә анау көлсай жақта саты жақта да тұрып жатқандар бар ғой күшті ғой зато саты күшті жер ғой ол жерге мен сондай жаққа барғым келеді негізі самаурынмен шай ішіп күшті ғой сондай өмір қалайсыз иә интернет жоқ қалыңыз қалай жақсы өзіңіз қалайсыз жақсы садолет сіздің әйеліңіз болашақта бір гастроль немесе жалпы жұмыс бойынша басқа қалаға көшем десе қалай қарайсыз көшемін десе бір өзіме иә бір өзі емес сізге де айтып жатыр да енді бірге көшейік деген сияқты бірақ өзінің жұмыс бабымен немесе жалпы көшу емес ал бір айға кету деген сияқты бірге болса иә болады ал бірақ енді былай мәңгіге деп айта алмаймын то что еркек енді ответственность алу керек қой еркектің қарамағында болу керек деп ойлаймын то что қысып қою емес просто қасында болса нормально бірге баруға дайынсыз иә демек бір жоқ дейтіндей бір талап болмайды енді смотря қандай жағдайда ол абсолют етеміз мен детальдары менің жұмысыма қараймын соның жұмысына қараймыз деген сияқты біздің жігіттердің бәрі адекватный осындай қалыңыз қалай саламатсыздар бәрі жақсы өздеріңіз қалайсыздар жақсы ал сіз болашақта әйеліңізді жұмыс бабымен бір айға немесе бір сондай бір белгілі бір уақытқа жібере алатын ба едіңіз жалғыз өзін басқа қалаға ондай жібермейді егер баратын болса бірге барайық болмаса жоқ болмайды ғой неше түрлі адамдар бар да сол негізі олар ондай нәрсе жібермейді ол әйеліңізге сенбеу ма әлде жоқ мәселе сенімсіздікте емес просто андай бір момент болады любой адамның ойында не бар екенін білмейсің ғой қорқыныш иә қорқыныш болады